Сәлем құрметті тыңдарман. Арнама тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Рахмет. Жұмысыма байланысты жиі сапар шегетіндіктен күнделікті өмірімнің көп бөлігі жолдарда өтеді. Алматыдағы жұмыстарымды ерте бітіргендіктен қонақ үйге барып босқа жатқанша Астанаға ертерек қайта берейін деп билеттерге қарасам, ұшаққа билет мүлдем жоқ екен. Амал жоқ, пойызға билет алуға тура келді. Солайша сөмкемді жинап, вокзалға шығып кеттім. Билет алу оңай болғанымен, біздің пойыздың жағдайы мүлдем есімнен шығып кетті. Адам лық толы. Әлі де купеге билет алғаным қандай жақсы болған. Пойыз орнынан жылжуымен мен орныма орналасқым келмеді. Сөйтіп дәлізде ары-бері сандырақтап жүріп алдым. Сол арада жанымнан өтіп жатқан ұшып вагон-ресторанға барып тамақтану жайында сөз естітіп қалдым. Осы уақытқа дейін пойыздарда ресторанның болатынын еш білмеппін. Шайқалған пойызда әр қадамымды абайлап басып, вагон-ресторанға да жетіп алдым да, бос тұрған үстелге отыра кеттім. Сэндвич пен ішімдік алып, айналамдағы адамдарға қарай бастадым. Қарсы беттегі орта жастарға жұпқа көзім шалды. Ер кісі маған теріс қарап, ал келіншек болса маған оң қарап отырған. Алдарында сыра мен чечил болатын. Алдымен әйелдің қолаң шаштары, сүйкімді жүзі, жылтыраған тырнақтарына мән бердім. Бірақ қызығушылығымды жаулап алған үстелдің астынан көрініп тұрған мини-юбкасы мен түп-түзу ұзын аяқтары еді. Қанша қарамауға тырыссам да, еріксіз көзім түсіп кете береді. Сіздерде де болатын шығар осындай мезеттер. Қарамаймын десең де еріксіз қарап қоясың. Осылай өзіммен өзім күресіп отырғанда, әлгі әйелдің менің қарап отырғанымды байқап, маған қарап отыр екен. Ыңғайсызданып, көңілімді басқа жаққа аударуға тырыстым, бірақ көп ұзамай қайта сол аяқтарына оралдым. Отырғанымда әлгі әйел тағы да мені ұрлық үстінде ұстап алды. Ұялғанымнан не істерімді білмей, орнымнан тұруға әрекет жасай бастағанымда, ол әйелдің маған қарап жымиғанын байқадым. Яғни, ең болмағанда қате түсінген жоқ деп түсіндім. Бірақ әйелінің жымиғанын осы тұста байқаған ері кері бұрылып маған қарады. Жұрттың көзінше жанжал шығармаса болар еді деп ойланып отырғанда, әлгі ер кісі мейлінше сыпайылық танытып амандасты. Мен де амандастым. Басқа қайтемін. Сосын олар өздерінің әңгімесін жалғастыра бастады. Мен екінші сыраны бітіргенде темекімнің таусылғанын байқадым. Сол кезде тамбурда темекі шегуге болатын еді. Сонымен асықпай сырамды ішіп отырып, кезекті станцияға тоқтағанда жүгіріп барып буфеттен темекімді алып, бұрылсам, әлгі еркек жымиып артымда тұр екен. Жолда темекісіз болмайды, менің де темекім бітіп қалыпты деп жымиды. Дұрыс айтасыз деп вагонға беттегенде, егер қаласаңыз біздің үстелге келіңіз, бірге ішейік деді. Әрине, неге болмасқа деп шақыруын қабыл алдым. Осылайша танысып, тез арада әңгімеміз жараса кетті. Жұбайлар екен. Демалыста осылай саяхат еткенді жақсы көретінін айтты. Қалалар, табиғат, ауа райы, жұмыс жайында әңгімелесіп отырып, уақыт өтіп кетіпті. Официант келіп вагон-ресторанның жабылатынын айтып ескергенде, кеш болып қалғанын сонда байқадық. Шынын айтсам, бұл жұптың өмірге көзқарастары, жұмыстың қамымен қысылмай, барлығына жеңіл қарайтынын қатты қызықтырды. Айрылғым келмеген еді. Осыны байқаған келіншек сыр алып біздің жанымызға кел, сонда жалғастырайық деп ұсыныс айтты. Ыңғайсыз болар деп тартынып тұрғанмын. Жоқ, онсыз да люкс вагондамыз, жанымызда ешкім жоқ деп қолымнан ұстап жетелей кетті. Осылайша жаңа таныстарымен барып, солардың купесінде жалғастырдық. Сыра деп жеңіл қарайтынымыз болмаса, негізі көбірек ішсең әжептәуір мас болып қаласың. Біз де аз ішпеген едік. Үшеуміздің де мас болып қалғанымыз байқалады. Мен болсам, әлгі әйелдің аяқтарынан көзімді алар емеспін. Мас болғандықтан болар, тесіліп қарап отырмын. Ол болса, мұны ашық айтып, әзілге айналдырып, күлкіге қарқ болып отыр. Біраздан кейін ысып кеттім деп шешіне бастады.
менің реакциям жай болып қалған. Не болып жатыр деп ойланып отырмын. Сол кезде әйелі сен ысынған жоқсың ба? Деп жауабын күтпей күйеуін де шешіндіре бастады. Мұндайды бұрын-соңды көрмеген мен бақырайып қарап қалғанмын. Сол тұста әлгі әйел менің қолымнан ұстап, еш қысылма, біз үшін бұл үйреншікті жағдай деп өздеріне тарта бастады. Мастықтан болар мен еш қарсылық көрсетпедім. Осылайша бір мезетте үшеуміз де жалаңаш қалдық. Менің бар көңілім әйелдің жалаңаш денесінде. Не деген сымбаттылық, барлығы өз орнында, ешқандай да артықшылық жоқ. Осы тұста ол екеуі құшақтасып аймаласа бастады. Жандарында мен мүлдем жоқтай, тіпті байқар емес. Олардың бір-бірін аймалаған сахнасына қарап отырып, мен де қызығып кеттім. Мұны байқаған олар мені ортаға алып, бірі ернімнен сүйіп, екіншісі кеудемді ұстап, бір-бірімен орын ауысып, аймалап, мені мүлдем есімді ауыстырып жіберді. Ары қарай не болғаны толық есімде жоқ. Мүмкін мастықтан болар, мүмкін басқа себептер. Бірақ тек кішігірім фрагменттер ғана есімде қалған. Ертесіне оянғанда басым ауырғаннан жарылып кете жаздаған. Үшеуміз де жалаңаш, көзімді ашқаннан су іздеп, шөлімізді қандырып алған соң айналамызға қарап, түнде не болғанын еске түсірумен болдым. Жаңа төсектестерім оянған соң жуынып шайынып бірге шай ішіп алдық. Өте жақын адамдардай болып кеткендейміз. Бір түрлі айтып түсіндіре алмаймын. Осылайша Астанаға бірге жетіп алдық. Жол бойында тағы не болғанын басқа жолы айтып беремін, деді автор.